Достар, мына сабағымызда енді ниша таңдауды қарап шығамыз. Жалпы ниша деген не? Ниша деген сала, мысалға, спорт тауар саласы және детский тауарлар, үйдің тауарлары, интерьердің тауарлары, офистің тауарлары, канцелярский тауарлар кете береді. Нишаны не үшін таңдау керек? Не үшін әртүрлі тауарды сата берсе болмай ма? Басында әртүрлі тауарларды сата беруіңізге болады, бірақ өсемін десеңіз, бір тауарды таңдап алсаңыз жақсы. Себебі сіз профессионал болуыңыз керек өз жұмысыңызда. Мысалға, оның характеристикасы, мүмкіндіктері, ерекшеліктері, не нәрсеге қызмет етеді, қандай жағдайларда бұзылып қалады, соны клиентке толыққанды түсіндіріп білетін болсаңыз, мысалға звондаған кезде сіз профессионалный боласыз. Бұл өзінің ісінің маманы екен дейді да, сізден сатып алынады. Может, Каспий кезетте сізге звондамайды, сатып алуы мүмкін, бірақ сіз басқа конкуренттерден ерекше болып тұру үшін де, басқа жерлерде сату үшін де сіз осы нәрсені білуіңіз керек. Может, мысалға, оффер жасап сататын шығарсыз, қайсы тауар, қайсыған жақын деп, жанына тауар қосып сататын шығарсыз, Каспийден басқа жерлерде. Жалпы ниша соның үшін, бір салада профессионал болу үшін беріледі. Енді нишаны қандай критерияларға сүйеніп таңдаймыз? Қандай критерияларға? Ол қандай болады? Енді қарайсыз, ең бірінші кезекте Каспийда сату үшін Каспийдің біздерге берген топ 100-дік тауарлары бар. Мына айда жақсы өтіп тұрды деген, өтіп кеткен айда. Соған міндетті түрде кіру керек сіздің таңдаған тауарыңыз, нишаңыз. Сол категорияларға кіру керек. Кіргеннен соң екінші критериясы, осы нәрсеге мен жақынырақ боламын. Осы нәрсеге жақынырақпын, осының ішіндегі мен мына нәрсеге жақынырақпын дегенді таңдап алып тұрып, суырып алып тұрып, оны іздеуге кірісіп кетеміз. Оны іздеуге кірісіп кетеміз. Қайдан? Бірінші мәліметтер іздейміз Каспий кезеттің өзінен. Мысалға, кімдер, қанша конкурент бар, мынада қанша отзыв бар, мына коляскада қанша, мынада мынша екен деген сандар қалыптастырғаннан соң, мысалға, 10 конкурент болса, ана жерде еш нәрсе емес. 150 конкурент болса, ол көбірек болуы мүмкін, мысалға. 10 конкурент болса, ол еш нәрсе емес. 10 магазин сол сала бойынша деген сөз да. Ол еш нәрсе емес. Кейін біздер оны, мынау нормальный екен, жақсы екен дейміз да, тауарны іздеуге кірісіп кетеміз осы нәрселердің. Оны кейінгі сабақтарда түсіндіргем. Жалпы достар, осы нәрсені біздер бірден істеп кету керекпіз. Мынаны неткеннен, көргеннен сабақты бірден кірісіп, әр сабақты көрген сайын сол нәрсені істеп отырсақ, қайталанып отырсақ, ол жақсы бірден. Әсіресе нөлден бастаушылар достар, нөлден бастаушылар ерінбеңіздер ешқашан. Жақсы, ниша таңдау сабағы сомен аяқталды, түсінікті болды деген үміттемін достар.